Ана Дариға Бадықова әпшеміз, Дархан оның бұрынғы күйеуі, ағамыз Нұрсейіт Жылқышыбай журналист үшеуі енді жостқы хайпауат етіп жатыр, көріп жатсыздар. Елде бір басқа өзекті мәселе жоқтай, екі еркек отырып алып, бұрынғы әйелін жамандап, өсектеп, жылап, сықтап, мен қиянат жасап кетті, тастап кетті, ақшамды бермей қойды, үйтті бүйтті деген әңгіме ғой. Енді білмеймін, бұл өте төмен деңгейдегі сұхбат деп ойлаймын біріншіден. Бірақ алданбаңыздар, бұл пиар маркетинг. Өйткені қараңыз, ол еркек басымен ер адам келіп сөйтіп әйеліне жалбытыс етіп бүкіл халыққа осындай сұхбат беріп жатыр. Оның артында не жатыр? Ол нені көздеп жатыр? Сонда біреу келіп, ой, айналайын балам деп арқасынан қағып, басынан сипап, сен тастап кеттім, ақшаңды бермей қойдым, ой, айналайын жылама болды деп біреу сөйтіп айтады деп жатыр ма? Или біреу барып оның екеуін қайтып қосып бере ма? Екеуін қайтадан ақшасын ортасынан бөліп бере ма? Ешқандай логикаға сыймайды. То есть ақшаны миллиард 800 миллион таптық кинодан, соған құнықты да нотариуске шақырып алып, мені осы ақшаны бөліспейміз деп қолхат алды деп тұрды. Енді еркек болсаң сол жерде қолхатты қоймайсың ба? Қол қоймай, жоқ, миллиард 800 миллион біз екеуміз таптық, 900-900-дан бөліп аламыз ровно. Ешқандай не жоқ деп ше, мысалы, оны қойып алып, мені сөйтті, мен арам болсам қоймайтын ем, осы кезде ақшаға құныққан болсам деп үйтіп андай періште болып нажалыс давить етіп та, көріңіз ба, бұл жерде бұл кәдімгі әшейін маркетингі ход. Екеуінің істеп отқан тірлігі былығы деп ойлаймын мен енді. Жалпыда әйтпесе бүкіл халыққа осындай сұхбатты беріп, өсек пен төсектің екеуінің арасында қарым қатынасы, ана бір Очоу деген актерға соған кетіп қалды, үйтті бүйтті, ол семьясымен ажырасып, бұмен кетті дей ма, білмеймін. Вообще елде басқа мәселе жоқтай бүкіл халық осыны талқылап жатқанына, оның үстіне Нұрсейіт Жылқышыбай осындай сұхбат алғанына кәдімгідей бар ғой, жүрегім ауырып, бүгін азынан бері қоймады бар ғой, осыны айтшы деп ше. Мен сіздерге айтайын, негізі көзім жеткені, мына өмірді бар ғой, Нұрсейіт Жылқышыбайға сұхбат бермейтіндей қылып, соған бір айтатын әңгімең болмайтындай қылып сүру керек екен. Конкретно сол, достар.